Қалдарыңыз қалай? Самсаның рецептін соң ішіндегі хрустящий болып шығатын самса деген соны ішіне көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Міне менде 1 килограмм ұн. Осы ұнға қазір мен 1 чайный ложка тұз қосамын осылайынан. Міне осылайынан қосамыз. Содан кейін 2-3 ас қасық сұйық май осылайынан құямын. Қытырлап болады самса, өте дәмді болады. Қамыр өте керемет болады солай. Содан кейін осылайынан қыстырамыз да. Осылайынан қойып, міне енді осылайынан 300 грамм суды бөліп құямыз. Өйткені ұндар әр түрлі болады. Және де кейбіреулер су аз қажет болады, кейбіреулеріне су көбірек құю керек болады. Бірақ 1 килограмм ұнға 300 грамм, 350 грамм су жетеді. Мен тастай суық суға егемін. Сонда қамыры күшті болады самсаның. Нанымыз дайын болды. Осыны естіп алып шығамыз да. Қолымызбен естіп басып жібереміз. Осылайынан тындырамыз. Енді капуста менде мына осылайынан сақталып тұралған. Бұл мантыған еткеннен қалған капуста. Енді осыған қазір картошка, пияз қосам. Мені картошка сақталып тұралған. Енді осыған пияз қосамыз. Мені фарш қосамыз. Осылайынан. Мені екінші фаршты қосамыз осылайынан. Мені сарымсақ, чеснок. Осыны ұсақтап тураймын қазір. Осылайынан. Енді самса қосамыз. Міне шай қасықта жарты қасық бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Содан кейін тұз қосамыз қазір. Тұз қосамыз осылайынан чайный ложкамен, шай қасықпен 1 қасық. Одан кейін толтырмай жарты қасық тағы тұз қосамыз. Содан кейін енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Осылайынан жақсылап тұрып кең ыдысқа араластырып аламын естіп. Енді осыған 1 жұмыртқа қосамыз, орташа. Кішкентайда болса болады. Піскенде еті бәрі шашылмай желінеді. Бір-біріне жабысып солай. Сосын қайттан жақсылап тұрып араластырамыз естіп. Осындағы үлкендеу қылып тесто кесіп алдым қамырды. Содан астына ұн жағып осылайынан. Осылайынан бетіне ұн сеуіп тағы да қамырымызды жаямыз. Қамырды, еттің қамырындай қатты жұқа жаймаймыз. Орташа, қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа жайып аламыз. Ұнды қалай естеңіздер де болады. Өйткені бұған еттіден май қосамыз қазір. Естіп көбірек қып ұнымызды сеуіп аламыз.
Осылайынан жағамыз. Аз-аздап құямыз. Осылайынан ерігенмейді. Осылайынан бүкіл жеріне жағып шығамыз. Осылай бүкіл жеріне жағып шыққан кейін шеттен осылайынан тартып нығыздап осылайынан ораймыз. Өзі созылып осылайынан жұқарады қамыр. Майды жаққаннан кейін. Мені үстіп орап алғаннан кейін үстіп айналдырамыз. Ортасына қыздау үшін. Үстіп айналдырамыз. Осылай айналдырып салафанға саламыз. Үстіп салафанға ішіне. Жарты сағатқа холодильникке саламыз, тоңазытқышқа шығады. Осылайынан кесіп аламыз. Осылайынан. Примерно, егер де сатуға болатын болса, примерно 50-60 граммнан болады. Мен енді үйге істеп жатқаннан кейін әртүрлі размерде бола береді. Осылайынан барлығын өстіп алып оны осылайынан өйтіп аламыз. Содан кейін осылайынан жаямыз. Осылайынан жұқағын жайып аламыз. Содан жаңағы істеген фаршымызды осылайынан салып аламыз. Осылайынан істейміз. Өте керемет болып шығады. Осылайынан жабыстырып өте дәмді болды. Мен бір лист болды, 11 штук болды. Қазір мен бір жұмыртқаны. Осылайынан сарысымен ағы бола береді. Осыны жақсылап өстіріп араластырып ағыны. Сарысын ғана жабуға болады. Сарысы мен ағын екі бөліп, сарысын ғана жабуға болады. Үйге пісіргеннен кейін мен осылайынан бәрін араластырып, бетіне бәрін өстіріп жабып шығамын. Тағы да араластырып. Мені жағып болдық. Мен осыны үстіне күнжутымыз себейміз осылайынан. Мынандай күнжут себіп отыр. Мынандай күнжут. Şimdi қызып тұрған пешке саламыз. Самса күшті болып пісті. Сочный самсалар. Тәрбиеде істесе өте керемет тамаша шығады. Лайк басып каналыма тіркелуге кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Каналыма тіркелуге сау болып тұрыңыздар.